Бүгін сіздерге «Материнский инстинкт» фильмін айтып беремін. Оқиға 1960 жылдардағы Америкада өтеді. Бұл фильм екі әйел туралы, Элис және Селина. Бұл Элис, ол Теоның анасы. Элис өте қамқор ана, бірақ аздап мазасыз адам. Ол баласының қауіпсіздігіне қатты алаңдайды. Сондықтан Элис ұлын әрдайым бақылап жүреді. Бұл Тео. Элис пен Саймонның жалғыз ұлы. Ол Макспен жақын дос. Теоның арахиске қатты аллергиясы бар. Бұл Саймон, Элистің күйеуі және Теоның әкесі. Ал бұл Селина. Ол Макстың анасы, Демианның әйелі. Селина Элистің көршісі және жақын құрбысы. Бұл Макс, Селина мен Демианның ұлы. Ал бұл Демиан, Селинаның күйеуі. Және ол дәрі-дәрмек саласында жұмыс істейді. Басында екі отбасының өмірі өте қызықты өтеді. Олар бір-бірімен жақсы араласады. Ал олардың балалары Тео мен Макс күнде бірге ойнайды. Бір күні Элис Селинаның туған күніне тосын сый ұйымдастырады. Бәрі көңілді өтеді. Бірақ келесі күні бәрі өзгереді. Макс өзін нашар сезінгендіктен мектепке бармай үйде қалады. Селина сол кезде үй ішінде шаң сорғышпен тазалық жасап жүреді. Ал Элис өз ауласында гүлдерін қарап жүреді. Сол кезде ол жоғарыдағы балконнан Максты көреді. Макс құсқа арналған үйшікті ілуге тырысып қауіпті жерге тұрып алған. Элис қатты қорқып кетеді. Ол Максқа айқайлап тоқтатуға тырысады. Содан кейін үйдің алдына жүгіріп барып Селинаны шақырады. Бірақ Селина естімейді. Олар Максты құтқаруға үлгермейді. Макс балконнан құлап қайтыс болады. Осы бір оқиға екі отбасының өмірін толығымен өзгертеді. Селина баласының өлімін өте ауыр қабылдайды. Ол Элистен алыстай бастайды. Ал Элис болса өзін кінәлі сезінеді. Себебі ол Максты көрді, бірақ оны құтқара алмады. Уақыт өте келе Селина қайтадан Элиспен араласа бастайды. Бірақ бұрынғыдай болмайды. Селина Элистің ұлы Теоға ерекше жақын болып кетеді. Ол оған қамқорлық жасайды, сыйлық береді. Бір күні ол Теоны Макс құлаған балконда ойнап жүргенін көреді. Элис қатты қорқып кетеді. Ол бірден балконға қарай жүгіріп барады. Бірақ бұл жолы ол қоршаудан тез өтіп алады. Селина қасында тұрып, мен оны бақылап тұрмын дейді. Сол сәтте Элис бір нәрсені түсінеді. Ол Макс кезінде де осылай әрекет етуге тырысқан, бірақ үлгермеген еді. Элис Селинаны бұны әдейі жасап өзін сынамақ болуы мүмкін деп ойлайды. Кейін Тео Селинаға одан сайын жақындай түседі. Тіпті өзінің туған күніне де оны шақырғысы келеді. Элис оған қарсы болғанымен баласының көңілін қалдырғысы келмейді. Туған күн кешінен кейін Сеймонның анасы, яғни Теоның әжесі қайтыс болады. Барлығы оны жүрек талмасынан болды деп ойлайды, бірақ Элис күмәнданады. Себебі әжесі жүрек дәрісін үнемі ішетін. Тексеру кезінде оның ағзасында сол дәрінің ізі табылмайды. Элис Селина дәріні ауыстырған болуы мүмкін деп ойлайды, бірақ оған ешқандай дәлел таба алмайды. Кейін тағы бір жағдай болады. Тео Селинаның үйінде болған кезде арахис жеп қойып, қатты аллергиялық реакциямен ауруханаға түседі. Элис оның аллергиясын біле тұра әдейі жасаған болуы мүмкін деп күдіктенеді. Оның күдігі одан сайын күшейеді. Бірақ Саймон Элистің күдігін қабылдамайды. Ол әйелінің қатты күйзелістен кейін бәрін басқаша қабылдады деп ойлайды. Элис шындықты білу үшін Селинаның үйіне кіріп дәлел іздейді. Бірақ Селина оны ұстап алады. Екі әйел қатты ұрсысады. Біраз уақыттан кейін Тео екі әйелдің арасындағы жанжалдан шаршап өзіне зиян келтіруге әрекет жасайды. Сол жағдайдан кейін Элис пен Селина уақытша татуласады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. Саймон отбасын басқа жерге көшіруді шешеді. Элис бұл жаңалықты Селинаға айтады. Селина тағы да Теодан айырылып қалатынын түсінеді. Сол түні Селина күйеуін Дамианды өлтіреді. Ол оның өлімін өз-өзіне қол жұмсаған сияқты қып көрсетеді. Элис пен Саймон Селинаны аяп оған көмектесуге тырысып үйіне алып келеді. Олар
оның шын жоспарын білмейді. Кейін Элис Селинаның үйіне заттарын алуға кеткен кезде Селина Саймон мен Теоны есінен тандырады. Элис үйіне қайтып келген кезде бәрін түсінеді. Екі әйел арасында күрес басталады. Элис өзін қорғауға тырысады, бірақ Селина оны да жеңеді. Соңында Селина Элис пен Саймонды өлтіріп, олардың өлімін газдан болған апат сияқты көрсетеді, ал Теоны тірі қалдырады. Кейін Селина Теоны өз қамқорлығына алады. Фильмнің соңында Селина мен Тео жағажайда бірге жүреді. Тео шындықты білмейді. Ол жанындағы адамның өз ата-анасының өліміне себеп болғанын түсінбейді. Фильм осылай аяқталады. Жаман кейіпкер жазаланбайды, керісінше өз мақсатына жетеді. Сондықтан бұл финал көп көрерменді таңғалдырған.